Ассаламу алейкум, құрметті ағалар, бауырлар. Алла Тағала бүгінгі ниетімізді қабыл етсін. Қадір түн деп үміт етейік, сенейік. Алла қаласа бізде тағы бір қадір түні келе жатыр. Ол ертеңнен кейінгі 29-шы түн. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл қадір түн нақты білген еді, Алла ол кісіге білдірген еді. Соны айтамын деп үйінен шығып келе жатқан кезде бір екі сахабаның дауласып тұрғанын көріп қалды. Сөзге араласып, ақ қарасын айтып жүріп, кейін ұмыт қалғанын айтты. Алла мені ұмыттырып қойды деді. Бірақ сіздерге айтайын, қадір түнін Рамазанның соңғы 10 күнінің тақ түндерінен іздеңіздер деді. Тақ түндерінен. Ол өткенде өткен 21-ші түн, 23 кетті, 25 кетті, мынау 25 мынау. 27-ші түндеміз. Бұйырса бір түн бар алдымыз әлі. Ертеңнен кейінгі, ертең 28-ші түн, одан кейінгі 29-ші түн. Сонда осылай өткізейік. Өйткені бұл Алла Құранда айтқанындай хайр мен әлфі шахр дейді. 1000 айдан да хайырлы болған түн дейді. Ол 83 жылдық ғұмырымыз екен. Енді құрметті жақсылар, бауырлар, елігімен қауышып келгенімізге өте Аллаға көп мақтау айтып жатырмыз. Ұйымдастырған Жорабек имамдарға, Айдар имам, Алмас бауырларымызға Алла разы болсын, соны ұйымдастырып, арнайы соған келіп отырмыз. Рамазанның Алла қаласа 3 күннен кейін бітеді. Бұйырса, нәпсімізді тыңдаса қуанып жатыр. Жақсы болды, 3 күн бір шыдап берсем, жағда айт, жақсы болды деп. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, егер сендер бұның сауабын білгендеріңде еді дейді, жыл 12 ай бойы Рамазан жалғасса еді деп Алладан жалбарынған болар едім дейді Расулалла. Біз білмейміз де оның сауабын, білмегендіктен қуанып жатырмыз қазір. Рамазан өтіп кетті, жақсы болды деп. Бірақ Рамазан мынау уақыты өткенімен Рамазанның негізгі амалдары ертең Рамазаннан кейін басталады. Шариғатымыз айтады, құлшылықтан кейін басталады дейді. Сол намаздан кейін басталады. Қажылықтан кейін басталады. Сол секілді Рамазаннан кейін басталады. Бұл не деген сөз? Рамазаннан кейін басталады деген сөз. Ертең Рамазаннан кейінгі қалған 11 айдың ішінде дәл осылай жүруіміз керек. Дәл осылай сабырлысыз. Дәл осылай әдепті. Ешкіммен сауласпайсыз, ешкіммен жаға жыртыспайсыз, ешкімді боқтамайсыз. Неге? Өйткені Рамазанда қазір біреумен сауласа десе, аузым ашылып кете ме десе, үндемей қоя саласыз. Пайғамбар бізге сөйтіп айтты. Оразамды бұрылып кетіп қалыңдар деген да, Расулалла, ешкіммен сауласпа, ешкіммен дауласпа деген. Бұл нәрсе басқа айларда да дәл осылай жүре алатын болса, Құдай қаласа, дәл осындай берекеміз кіре береді екен. Бұл Алланың берекеті, ауа секілді нәрсе. Мына ауа қазір бәрімізге ортақ келіп тұр ортамызға. Сол секілді берекетті Алланың бәрімізге ортақ осылай күніге таңертең таң намазы уақытында беріледі бүткіл әлемге. Бірақ біреулер берекетін қашырады. Ауа кірмейтін деп қазір форшканы жауып тастасаңдар, ауа кірмей қалады ішке. Сол секілді берекетті кірмейтін деген қоятын өзіміз екен. Ол қалай кірмей қалады десе, күнә істедің ба, берекетін қашып жатыр. Қазақ сөйтіп айтқан, бір күндік ұрыс 40 күндік ырысыңды қашырады деген сол. Ертең Рамазаннан кейінді дәл осы жұмысыңыз өнімді, отбасыңыз тыныш, деніңіз сау, осындай мәнді, сәнді ғұмыр жалғасуды қалаймыз бәріміз. Тілейміз соны Құдайдан. Сондай болу үшін, демек қалған айда да Рамазандағыдай жүрді онда дейді. Яғни Рамазаннан кейін басталады деген мағынасы сол екен. Рамазаннан кейін де осы сауап алу ниеті жалғаса беру керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мынадай бір 4 адамның сипатын айтты бізге. Негізгі алғашқы екеуі жақсы адам бұлардың. Қалған екеуі жақсы адамдар емес бұлар. Бірақ 4-еуінде пайғамбар кімдер екенін айтып кетті бізге. Біріншісі, мына бірінші адамға дейді, Расул айтып жатыр, бірінші адамға Алла бұған білім берді дейді. Не берді? Бұл білім өзіне-өзі берілмейді. Ол білімді іздейсің сен. Оның артынан қуасың. Іздейсің, ұмыт қыласың. Қайттан нәпсіңді тиіп, ұйқыңды жинастырып, соны жаттайсың, соған білім беріледі иншалла. Алла бұған ниетіне қарай, ізденіс иштихатына қарай білім берді бұған дейді.
Білім берілгеннен кейін бұл өмірін сол білімге сай өмір сүре бастады да, бұған Алла дүние нығметін бере бастады дейді. Сөйтіп байып кетті мына кісі дейді. Мынау же Абу Ханифалар сондай кісілер болған. Абу Ханифалар өте бай адамдар болған. Әйтпесе негізі ғалым адам. Біз Абу Ханифа деген кезде ол кісіні біліммен танимыз. Ал мына жағынан қарайтын болсақ, ол кісі кәсіпкер адам болған. Біздің тілмен айтқан кезде бизнесмен адам. Бірақ Алла Тағала ол кісілердің байлықтарына баракат беріп қойған кісілер болған. Ол баракатты қайдан алып жатыр? Білімге амал істеген адамдар. Абу Ханифалар. Сөйтіп бұл Алланың берген нығмет ақшасын дейді, дүниесін Құдай жолында сала бастады дейді осылай. Көмектесіп, елге, халыққа жол салып берді, мектеп салып берді, бәрін салып жүр дейді. Екінші адам бар дейді. Бұған Алла Тағала білім берді, бірақ дүние нығмет берілмеген адам дейді. Бұда ондай ақша жоқ. Бірақ бұл мынаған қызығып жүр дейді, бірінші адамға. Әттең, мен де мына кісі секілді дүнием болса, маған да сондай ақша дүние болса, мен де мынау секілді салатын едім Құдайдың жолында деп ниет қылады мына кісі дейді. Осы ниетімен ертең қияметте екеуінің дәрежесі бірдей болады дейді, Расул айтады. Мына адам тура қияметте мынау секілді Құдайдың алдында мәртебесі биік, сауабы мол адам айналып кетеді мына кісі дейді. Не үшін десе, ниет сондай болғандықтан дейді. Үшінші адам бар дейді. Алла бұған дүние берген дейді, бірақ білім берілмеген дейді. Дүние. Бұда білім болмағандықтан бұл дүниені арам ба, күмәнді ма қараған жоқ. Әйтеуір ақша табу дегенді біліп алған, ұрлап алса да, тартып алса да, жымқырып алса да жинап жатыр бірақ. Сөйтті де арам жолмен арам жолға сала бастады дейді мына адам. Бұл адамның ақыретте жағдайы қиын, егер осылай кете беретін болса. Төртінші адам бар дейді. Бұған Алла білім де бермеген, дүние де бермеген дейді. Бірақ бұл дейді, мына үшінші адамға қызығып жүр дейді. Үшінші адам кім еді? Кім еді? Ақшаны казиноға да тығып жатыр, былыққа да тығып жатыр. Бұл соған қызығып жүр. Және бұл айтады, әттең менде дүние жоқ дейді. Менде дүние болғанда мен мынаған көрсететін дейді, қалай істеу керек екен. Казиноны қалай ойнау керек екен, мен оған сабақ беретін деп отыр мынау. Әттең менде оғандай ақша дүние жоқ дейді. Қияметте дейді, екеуінің деңгейі бір болып тұра береді дейді. Мынаның күнәсі мынамен бірдей болып тұрады дейді. Әйтпесе түк істеген жоқ мына кісі. Ниет сондай болғандықтан. Пайғамбар ескертті бізге. Сол үшін құрметті сіздер, бауырлар, міне Рамазаннан кейін де ниетіміз осылай торлап жүрейік. Адам ниетімен де не сауап ала бересің, отырып алып. Ниетімен де күнә болып ала бересіздер. Пайғамбар ескертті бізге. Міне Рамазанда бізде бір ай бойы бірақ тек жақсы ниет қылуды үйрендік, алхамдулилля. Енді Рамазаннан кейін де осы ниет бізді бақытқа жетелейді. Сол ниет сол мақсатқа орындатады сізге. Иншалла. Оған ешқандай күмәндарыңыз болмасын. Міне осы Рамазаннан кейін Рамазан басталады деген мағынасы сондай еді. Міне Аллаға шүкір, ел болып, халық болып, ана мешітте келе жатырмыз. Осындай бірыңғай жастарды көріп, алхамдулилля, қазір бүткіл өңірлерде жүрміз Қазақстанда. Жастар осындай. Біздің болашағымыз, келешегіміз. Осыны дәріптеп үлкен ағаларымызға, әкелерімізге мың алғыс. Енді алхамдулилля біздің елімізде бәрі бар. Енді біздің елімізде тек қана жаңағыдай руханият, обал сауапты осыны меңгеріп алсақ болды. Құдайдың беріп жатқан бүткіл нығмет елімізде бізде бар. Бұл нығметті қашыратын да өзіміз екен, берекетін кіргізетін де өзіміз екен. Берекетті кіргізу деген Алла нені бұйырды орындай берейік. Алла неден қайтарса бізді қайту керек ол мәселеден. Мынау Абу-Лайс ас-Самарқанди деген ғалым айтады өзінің кітабында. Ол кісі осы Мауараннахрдан осы біздің өңірлерден шыққан ғалымдар ғой. Міне сондай ғалымдар шығып нәсіп етсін біздің елімізден де. Сол Абу-Лайс ас-Самарқанди деген ғалым кітабында айтады. Алла Тағала мынандай үш нәрсені екінші бір үш нәрсеге жасырып қойған дейді. Не нәрсе ол десе, біріншісі айтады, Алла Тағала өзінің разылығын дейді. Өзінің разылығын құлшылыққа жасырып қойған дейді. Біз бір-бірімізге кейде сәл көмегіміз тисе, Алла риза болсын, бауырым, саған Алла разы болсын деп айтамыз ғой. Бірақ сен айттық екен деп Алла разы болып қоймайды ол адамға. Біз тілек айтамыз бір-бірімізге, жай. Үміт сондай. Бауырым, Алла разы болсын саған деп қоямыз. Бірақ пәленше айттық екен деп Алла оған разы болып қоймайды. Оның нақты өзінің жүйесімен айналысу керек адам. Алланың разылығы қай жақта десе, ана шейх айтып жатыр. Не дейді?
Алла Тағала разылығын қайда жасырып қойған дейді? Құлшылыққа. Міне, сен сол есікті қаға бер қайта-қайта. 5 мезгіл намазыңмен қаға бер, Рамазанда осылай оразаңмен қаға бер, садақаңмен қақ, ағайын туысқа көмектесіп қақ, көршіңмен жақсы бол. Яғни бүткіл өмірімізді сол құлшылықпен сол есікті қаға бердің да есік ашылады саған дейді. Есіктің артында не бар? Алланың разылығы бар дейді. Алланың разылығы жеткен адам бақытты адам бол. Ол жәннеттің адамдар сондай адамдар болады. Жәннетқа біздің Алланың разылығымен кіреміз бауырлар. Оны Расулаллах ескертті, ешкім амалымен кіре алмайды деп айтты. Ешкім кіре алмайды. Есептессе қияметте. Мен осынша жыл өмір сүргенмін, осынша оқыған намазым бар, осынша салған мешіттерім бар, осынша берген көмегім бар. Сонымен есептессе, адамның бір көзіндегі жанардың өзі не едінсің жетпей қалады, ақшың жетпей қалады сенің. Өйткені біз көп нығмет қолданып қойғанбыз мына өмірде. Аяқ қолымды айтқан жоқ әлі. Көз жанар бар ғой, көру қабілет. Соны таразының бір жағына қояды екен де, сен өмір бойы мақтанып тұрған құлшылығыңды қояды екен екінші жағына. Баса алмайды мынауынан дейді. Қалған мен есептеп жатқан жоқ әлі. Аяқ қолың, бауырың, заманың тыныш, бала шағаң тыныш. Не деген нығметтер ғой өмірде беріп жатқан. Оны ешқайсысын қосқан жоқ таразға. Біреуін ғана салды. Не алды? Көру жандарын. Таразға қойды, мына жағына өмір бойы істеген құлшылығыңды қойды. Баса алмайды мынаны дейді. Ол тозаққа кетеді дейді. Тозаққа кетеді екен, егер есептессе. Кейін Расулалла Айша анам, я Расулалла, онда қалай кіреміз жәннатқа деді. Алланың рахматымен, ризашылығымен кіреміз деді. Алла кімге разы болса, сол жәннатқа барады. Оның нақты формуласын Абу Самарқанди айтып тұр. Демек, Алланың разылығын іздеген пенде болса, онда немен айналыс деп жатыр? Құлшылықпен айналыс. Енді сіздерге сұрақ. Құлшылық дегеніміз не? Не ол құлшылық деген? Ғибадат, және құлшылық деген айтамыз ғой бір-бірімізге. Қалай түсінесіздер? Не ол құлшылық деген? Бес парыз орындау. Және жақсы. Құлшылық дегеннің анықтамасын ғұламаларымыз айтып кеткен екен. Құлшылық деген не ол десе, құлшылық деген сенің өмірің дейді. Алланың саған өлшеп берген ғұмыры дейді. Не екен құлшылық деген? Алланың өлшеп берген ғұмыры бар біздің. Қанша өмір сүретініміз бәрі жазылып тұр. Сол құлшылықтан тұру керек екен. Яғни ешкімде артық ақша болмайды бұл өмірде, ешкімде артық уақыт болмайды. Бәрінің есебі бар. Сонда Алланың өлшеп берген ғұмырын сіз құлшылықпен сүруге міндеттісіз. Алла бізді сол үшін жаратқан екен. Алла Құранда соны айтты. Жындар мен адамдарды құлшылық жасау үшін жаратқанмын дейді Алла Құран кәрімде. Уама халақтул джинна вал инса илля лиябудун. Бұл аят Құрандағы. Жындар мен адамдарды Алла айтады, өзіме құлшылық жасаулар үшін жараттым дейді. Демек, құлшылық деген не екен? Біздің өміріміз екен. Сол Алланың өлшеп берген өмірі, ғұмыры құлшылықтан тұру керек екен. Құлшылықтан тұру керек екен. Ал ол құлшылықтан тұратын ғұмыр тағы 4 бөлімге бөлінеді екен. Біріншісі ғибадат бөлімі. Дәрет суыңыздан бастайсыз, намаз оқуың, қажылыққа баруың жақсы. Намаз оқудыңызда сөйтіп дүкенге кіресіз, базарға кіресіз, үйге бір азық-түлік алып барайын, құр бармайын деп. Сіз саудаға кірістім дегенше, муамалат деген құлшылық алаңы басталып кетеді. Сіз саудамен алып жатсыз немесе сатып жатсыз ба? Сіз мына жерде намаз оқығанда әлі сауап алатын процестесіз. Әлі сауап жүріп жатыр. Ананы алдама. Оның хақысын жеме, тараздан ұрма. Немесе сатып жатқан адам қателесіп, артық ақша беріп қойса, деп кетіп қалма. Неге? Өйткені сен құлшылық қылып тұрған адамсың. Сауда сатта тұрған кезде біліңіздер, бұл да құлшылықтың бір түрі. Сөйтіп ана сөмкеңді, пакетіңді көтеріп қайда барасың енді? Қайда барасыңдар? Үйге барыңдар, дұрыс. Тіке үйге барыңдар. Үйге кірдім дегенше неке бабы басталады екен. Отбасындағы неке тақырыбы басталады. Отбасыңызға кірдім дегенше сіз әлі сауап алып жатқан әлемдесіз әлі. Расулаллах айтады, жұбайына мейірім көзбен қараса күнәң кешіріледі дейді. Жылы лебізіп сөйлесең күнәң кешіріледі дейді. Қолын ұстасаңдар күнәң кешіріледі дейді Расулаллах айтады. Сонда отбасыңызға өткізген әрбір уақытыңызды біліңіздер. Міне, мешітте өткізгендей сауап алып жатқан әлемдесіңдер дейді. Шариғат айтып жатыр. Төртіншісі бұл жинаят деген қылмыстық кодекс. Көшеде келе жатып,
байқамай біреу кішкене байқаусызда бір әдепсіздік қылып қалса, қатты кетіп қалма, мен сені соттап құртамын деп қатты кіріспе, кешіре сал, жарайды дей сал. Неге? Әлі сіз құлшылық алаңындасыз дейді. Сонда біз таңның атынан кештің батынан шейін осы төртеудің біреуінде жүреді екенбіз. Не намаз оқып тұрсың, не үйіңдесің, не саудадасың, не біреумен байланысып тұрсың. Осылай өмір өте береді екен. Соны ғұламаларымыз құлшылық өмірі деп айтады. Осы құлшылық ғұмырымыз осылай өте беретін болса, иншалла, Алланың разылығы соның артында жасырып тұр дейді. Абу-Лейс Самарқанди. Алланың ризашылығы қайда екен? Құлшылықтың артында тұр дейді. Намаз оқымасам да деген нәрсені айтпаңыздар. Алла айтып айтқан жоқ. Бұл шайтанның сөзі. Намаз оқымайтын адамдарды ашық айтайық, бұл өте қауіпті адам. Қазір тормоз жоқ машинамен біреу трассаға шықса, өте қауіпті адам машина алау. Өйткені тормоз жоқ. Ода газ бар. Газ нәпсі деген нәрсе. Нәпсі бәрімізде бар. Бірақ тормоз ол намаз. Алла Құранда сондай айтты. Расында намаз сендерді тоқтатады. Неден? Арсыздықтан, күнәдан, былықтан тоқтатады дейді Құранда. Инна солата танха анил фахша вал мункар деген сол. Тоқтатады, намаз сендерді тыяды деп тұр Алла Құранда. Намаз оқымайтын адам біліңіздер, тормоз жоқ адам. Өзі де қауіпті, ертең біреуге де қауіптісің сен. Сен біреудің арына кіріп кетесің қазір. Біреуді қазір таптап кетесің. Біреудің хақысына кіріп кетесің қазір. 40-пен жүретін жерден нәпсі 200-бен алып кетеді қазір сен сол жерден. Көрдіңіз ба? Нәпсі тоқтамайды. Бірақ намаз біз тоқтатады деді. Тоқта, қатты кетпе, көршінің ақысы бар. Ананың ақысы бар, қой, әйелдің ақысы бар, бала-шағаның ақысы бар, ағайынның сен тоқтатып отырады. Мен Алланың разылығы деп айтқан құлшылық сол. Соның артында Алланың. Соны іздей беру керек екен. Екіншісі жасырып қойғаны Алланың Әл-Қахар деген есімі бар. Әл-Қахар деген Алланың ашуы бар. Біз көбінесе Ар-Рахман Рахимді көп айтамыз ғой. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор, ерекше, мейірімді Алла. Дұрыс, Алла ақиқатында Ар-Рахман Рахим. Бірақ Алланың көркем есімінің ішінде Әл-Қахар деген де бар. Ұмытпауымыз керек оны. Әл-Қахар деген не мағынасы? Алланың ашуы бар. Алланың ашуы бұл күнәнің артын жасырып қойған дейді. Қайда екен Алланың ашуы? Күнә, былық. Ол есікке жолама. Анау зина деген есіктің артына жолама. Оның артына Алланың қаһарына ұшырайсың қазір сен. Ұрлық деген есікке жолама. Өтірік деген есікке жолама. Күнә деген не нәрсе айтылса, жоламаңдар. Оның артында не бар? Егер сен сол есікті қайта-қайта қаға берсең, қайта-қайта сол істей берсең, сол күнәңді, бір оның артында Алланың қаһарына ұшырап кетуі мүмкінсің. Құдай сақтасын. Қазақ айтады, Құдай бір айналдырмасын дейді. Бір айналдырса, шыр айналдырады дейді. Сен ана крышаңмен қосып алатыла проблема жібереді қазір саған. Кейде адамдар біреуге сенеді. Ой, мен анау жоғарыда бір ағам бар деп қойды. Ағаңмен қосып қазір проблема жібереді қазір саған Алла. Өйткені шебер Алла ғой ол. Мін Майлы Қожа атамыз соны айтқан. Шеберді шебер дегенсе, Алланы шебер десейші дейді. Қар жаудырып қыс қылған, жұмыртқаны құс қылған дейді Майлы Қожа атамыз. Сонда шебер Алла, шынымен біреуге егер қаһар түспесінше, Алланың біреуге қаһар түссе, ешқандай вариант қалдырмайды саған. Саған ешкім көмектесе алмайтындай қылып береді Алла. Құдай сақтасын. Ал ол қаһары бекерден бекерге келмейді адам баласына. Ол қаһарға адам өзі барып соқтықсады екен. Ол қай жақта жасырып тұр дейді? Қай жақта? Күнәнің артында жасырып тұр екен. Міне Рамазан бойы алхамдулилля күнәдан тыйылуды үйрендік. Көп жігіттер қазір темекі тастағанын айтып отыр. Насыбай тастағандан айтпайды бірақ ешкім. Қалай отыр, насыбай тастадыңдар ма? Қайбір айтып, кешке сөйлесіп кетіп қой, насыбай туралы шешіп алған еді. Жоламаңдар насыбайға. Харам оның бәрі. Оны өндірген адамда харам болып жатыр, оны шеккен адамда харам, бәрі харам болып жатыр. Сол насыбайды алған адамдардың бәрі күнәға көмектесіп жатқан адамдар солардың бәрі. Қияметте бәрі жауап береді. Міне Рамазан бойы арамнан тыйылып, Рамазаннан кейін де сонан тыйылып кету керек әрмен қарай. Құдай қолымызға ұстатып берген осы бір нұрдан айырылып қалмау керек енді. Ертең шайтан ол да қазір сағатына қарап күтіп отыр, 3 күн қалды Құдай қаласа, 3 күннен кейін келемін оның жанына деп. Қазір түрмеде жауып тастады оны. Рамазан бірінші күнде Алла Тағала оны қамап тастаған еді. Рамазан біткеннен кейін қайтадан келеді шайтанымыз. Әрқайсының бір шайтанымыз бар. Ол шайтанның бар мақсаты адам тұзақ қалып бару. Аллаға уәде берген. Істеген сауабын бәрін нөл қылады да, жақсы былыққа кіргізіп, балатаға кіргізеді да сені күнәға тозаққа лақтырады.
Оның ниеті сол. Соған түсіп қалмау үшін демек Рамазандағы осы бір бойымыздағы жаман әдеттен арылдық па 30 күн бойы. Рамазаннан кейін де солай жүру керек енді. Рамазаннан кейін де күнәдан қорқу емес, Алладан қорқу. Күнәнің артында өткені не жасырып тұр деп жатыр, Алланың қаһары тұр деп жатыр ол жерде. Жолама ол жерге. Айналып кетіп қал. Неге? Ол жерде Алланың қаһары тұр. Күнәнің артында. Бұл екіншісі. Үшіншісі жасырған дейді. Алланың жер бетінде уәлилері бар дейді. Қазақша әулие деп айтылады. Алла Құран кәрімде уәлиуллах деген. Алланың жер бетінде достары бар дейді. Алланың өзінің таңдалынған достары бар. Соны адамзатқа жасырып қойған дейді. Қайда жасырынды? Міне. Алланың достары бар. Біз білмейміз оны. Сен тәкаппарланма біреуге. Мүмкін сен менсінбей тұрған сол адам Алланың досы болып шықса бар ғой. Алла мынау маған әлімшекті көрсетті. Сен де оған өзің құдіретіңді көрсетші, Раббыңа дұға қылса бар ғой, сен жағдайың қиын болады. Сол үшін адам баласы деп айтылды ма? Кез келген адам баласымен ассалаумағалейкум деп амандастық па? Онымен қоштасқан кезде оның көңілінде саған деген жақсы оймен қоштас дейді. Ертелі кеш сенің өмірден өткеніңді естісе сол адам көзіне жас алатындай қоштасып кетіп адаммен дейді. Алла рахматын алсын. Мен сапарлас болған едім сол кісімен. Мен сол кісімен көрші болған едім. Мен сол кісімен жұмыста әріптес болған едім. Мен солмен әскерде палчан болған едім. Білмеймін кім бұл. Жақсы адам еді. Алла рахматын алсын деп дұға қылатындай қыл дейді. Оңбаған ақыр өліп тыныпты ғой деп боқтап отпайсың сен дейді. Қаныш жүрген бір қаныш еді жүрген алаяқ еді, Құдай сақтасын. Өліп тынған екен ғой. Сауап болсын деп біреу боқтап отпасын сен дейді. Сол үшін үшінші нәрсе не екен? Алланың адам баласында жасырып қойған достары бар дейді. Кез келген адамда не істеу керек? Оны риза қылып кету керек. Мынау білесіздер, қажылыққа барып жатқан кісілер Алла қабыл етсін. Бүткіл әлемнің түкпір-түкпірінде қазір Рамазанның соңғы 10 күнінде әсіресе адам өте көп қазір Каабаның жанында. Адамдар сол Каабаны ұлықтап тауап жасап жүр. Айналып жүр да соны. Бірақ сол тауапты ұлықтайды да адамдар. Бірақ қайтадан ауылға келген кезде сол Каабадан да ұлы болған адамдарды менсінбейді бірақ. Адамдарды менсінбейді. Тәкаппарланады, боқтайды, жамандайды, өсектейді. Ғұламаларымыз айтады, бұл Каабаны адам соқты дейді. Ибрахим пайғамбар соқты оны, баласы Исмаил екеуі. Адамның жүрегін Алла соқты дейді. Алланың соққан жүректі бұлғама дейді. Онымен әзілдеспе дейді. Яғни біреудің жүрегін ауыртпа сен дейді. Яғни адамның соққан Каабасы бұзылып кетсе егер Меккедегі, оны қайттан соғып орнына келтіруге болады деген да ғұламалар. Немесе екеуі бірдей келіп қалса Каабаны соғамыз, бұзамыз деген. Адамның абыройын сақталып қалу үшін деген ғұламалар. Неге десе, өйткені адамның қадір қасиеті Каабадан да жоғары. Біз оны кейде аңғармаймыз. Жанымызда жүрген адамдарды кейде менсінбейміз. Бірақ жанымызда жүрген әрқайсымыз бұл өте Каабадан да ұлы адамдар. Яғни мына өмірде жүрген әрбір момын мұсылмандардың қадір қасиеті Каабадан да жоғары. Сол Каабадағы тауаф екі жағдайда тоқтайды. Бұл 7 қабат аспанмен қосып періштелер айналып жатыр ғой негізі Каабаны. Екі жағдайда тауаф тоқтайды. Бәрі тоқтап тұрады. Бүткіл аспанмен қосылып. Бірінші жағдай намаздың уақыты кіргенде. Қамат айтылып, имам намазды такбир тахрим алған кезде періштелер бәрі намазға тоқтайды. Екінші жағдай өрде жаназада тоқтайды. Өткен жыл өзімізде мен куәгер болдым. Солатул аля тифл деп айтты имам. Бір сәби бала шетінеп кеткен да. Сәби бала, бірақ бала. Соны сол харамға алып келген. Сол намаздан кейін сол сәби балаға жаназа оқылды. Бүткіл тауап тоқтап тұр бірақ. Ана жүрген миллиондаған адамның бәрі тоқтап сапта тұрмыз. Бүткіл 7 қабат аспандағы малайкалардың баршасы тоқтап тұр соның құрметіне. Кімнің құрметіне? Сәби бала шыр ет дауыс шығып туылғанда шетінеп кеткен. Соны алып келді анау орап харамға алып келді, жаназаға оқимыз деп. Бәріміз тұрып, әлі тұрып жаназа қатыстық. Мұнымен айтқым келгені әлі өмірді көрмеген бала анау. Бірақ ол адамның баласы ғой. Міне, оның құрметімен келген кезде Каабаның өзі болып қалады. Сол үшін біз Каабаны ұлықтап барамыз анаға, ол барыңыздар, жақсы нәрсе.
бірақ одан да құрметті адамдарды ұмытпайық. Сол Каба адам үшін жаратылған, аспан жер бәрі адам үшін жаратылған. Қазір не пайдаланып жатыр? Бәрі адам үшін осының бәрі. Егер өмірде адам тоқтаса, бұл қиямет басталады. Yani бұл өмір тоқтайды. Бүткіл жаратылыс адам үшін жаратылған. Сол адамды не істемейік, бауырлар, ренжітпейік, ешкімді көңілін ауыртпайық, ешкімді ғайбаттамайық, ешкімді жамандамайық. Әр адам баласын Алла Құранда айтқандай, иннамал муъминуна ихуа деді. Расында мұмындасында бір-біріңді бауырсыңдар дейді. Бәріміз бауырмыз. Қазір жиналып бәріміз атамызға жиналамыз. Аталарымызға жиналып, анау бабамызға барады. Бәріміз жиналып адам пайғамбарға барамыз бәріміз. Қарасақ осы отырған бәріміз бір атаның балаларымыз ғой. Бәріміз адам пайғамбардың ұрпағымыз. Көрдіңіз бе? Алла Құранда соны айтты бізге. Бірақ ібліс сендерді қастастырып дұшпан қылатын сол байқаңдар дегенде Алла Құранда. Міне, ертең сол Рамазаннан кейінді сол шайтанның тұзағына түсіп қалмау үшін жаңа айтқандай құлшылыққа мықты болу керек екен. Біздің қорғанымызды, қорғаушымызды сол Алланың Құраны, Алланың құлшылығы бізді шайтан азыр алып ала алмай қалады екен. Құлшылық жоқ адамдар байқаңыздар, ол былайша айтқан кезде жұпыны деп айтқан. Құлшылық жоқ адамдардың өмірі өте қатерлі деген. Шайтан кез келген айналдырып жібереді оны. Кез келген жерде аяғын тайдырып жібереді. Өзің байқамай қаласың, қалай адасып кетіп бара жатқандарыңды. Алла Құранда айтады, ниеттері сондай адасу болғандықтан мен оларды адасқан жолдарын әдемілеп, зейнеттеп беремін дейді Алла Құранда. Құдай жақтасын. Біреулер үшін сол күнәнің өзі олардың жақсы көрсетіп қоямын деп тұр Алла жүрегіне. Істеген сайын сонымен рахаттанады олар же. Ал шариғат көзімен қарасаң, жеркенішті жұмыс істеп жатыр ол же. Бірақ өзін қарасаң, ол дұрыс адам секілді. Алла мені жақсы көреді, Құдай беріп жатыр маған, беріп жатыр. Ал оның бәрін беріп жатқаны сен жақсы көргендіктен емес қой оның бәрі. Yani Құдай біреуге бермей жатқан болса, жек көргендіктен емес. Құдай біреуге көп беріп жатқан болса, оны жақсы көргендіктен емес. Құдай біреуге аз беріп жатқан болса, оны жек көргендіктен емес. Бұл дүние неғметін Алла пайғамбар айтты ғой. Алла сүйген пендесінде сүймегені бере салады деді. Егер бұл дүние неғметтің Алланың алдында бір масаның қанатындай абыройы болғанда, мынау Аллаға қарсы келіп жатқан кәпірлерге бір құлтым су бермейді еді Алла деп айтқан. Дүниенің Алланың алдында ешқандай абыройы жоқ. Дүниенің негізгі дүние анау мұхиттың ар жағындағы қауымдарда ғой. Ана шаш жоқ шалдың суреті бар, ақшаны солар шығарып жатыр. Дүние негізі соларда. Мен кеше біреу өлді ғой, бүткіл қазір шулап жатыр ғой. Атын айтпай ғой кім екенін. Бүткіл елдің бәрі шулап жатыр қазір. Енді оны қарасаңыз, жарайды, өмірден өтті. Егер ол кісі шынымен өзінің сол Аллаға қарсы шыққан дінімен кеткен болса, ол кісі әттеңей болды өмірдің бәрінде. Өмір бойы сондай жинады, әлемдегі сондай байлардың санатында тұрған кісі еді ана кісі. Өмірден өтті, тұздама бітті, кетті. Сонда қарасаңыздар, мына дүние нығметін жинады, оны тартып алса да, жымғырып алса да, ұрлап алса да жинады. Қияметті қараса, ол ешқайсысы жоқ. Қияметте оның ешқайсысы жоқ. Соны Расулаллах ескертті бізге. Сауап келіп тұратындай қып кетіңдер арттарынан деген да. Бізге салса, соны ана көрпені өзімізге тартып жинай береміз келеді де өзімізге. Менде көбірек бола берсе деп. Шариғат айтады, сенде қалу үшін мынау мәңгі. Сен бұны беруің керексің Құдай үшін. Ол сөзі мұны сен көп қалады. Бұған дәлелден пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір қойды алғызып сойғызды. Сөйтіп оны көрген Айша анамыз қуанды. Ой, бір қойдың етін жағысап, тұздап, қақтап, бала шағамды жейтін болып қой деп. Сөйтіп қойды сойып болғаннан кейін пайғамбар алейхиссалам оны 10 бөлікке бөлгізді. Қойды. Сөйтіп тарата бастады мұқтаждарға. Пәленшеге апарып беріңдер, түленшеге апарып беріңдер. Жаңа 9-ы кеткен кезде Айша анамыз бір ескертті. Я Расулаллах, 9-ы кетті, біреуі қалды деді. Бір пакет қалды деді. Мен бір бөлік қалды дегені, қайтып соны бала шағамызбен бір жесе қой деген меңзетті Айша анамыз. Сөзді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша деді, сен 9-ы кетті, біреуі қалды деп жатсың ғой деді. Жоқ деді. 9-ы бізге қалды, біреуі кетті деді. Сөйтіп сол бір бөлігін Расулаллах бала шағасымен жеді соны. Бізден кетті ол біреу дегені не еді ол? Нәпсіге пайдаланған әрбір нығмет қияметте оның сауабын таппайсыңдар.
Ал Құдай үшін бөліскен 9 бөлігі бізге қалды, Айша деді Расулалла. Ертең қияметте осы 9 бөлігін көресің рахатын деп жатыр Расулалла. Сол сияқты бізде де сондай болуымыз керек екен. Құдай беріп жатыр ма? Алхамдулилля беріп жатыр. Бұны сен ұстап қалма. Бұның керегіңді алып ал да, қалған бере беру керек болды. Бергенің сенікі сол. Мәңгі сенде қалады оның. Сен қанша мынаны жинап алып қаласың, ертелі кеш кетеміз бәрі, ешкім қалмайды бұл өмірде. Бұл өмірде ешкім қалмайды. Оны Расулалла айтты. Қазір сендер көріп отырған, сендер тыңдап отырған адамдар деді, 100 жылдан кейін, бір ғасыр ғой 100 жыл. 100 жылдан кейін біреуің қалмайсың өмірде деген. Қазір 2025 деген жыл тұр ма? Қиямет басталып кетпесе 2125 деген жылдар келеді. Ол жыл келген кезде мен де жоқпын бұл жерде, сіздер де жоқсыздар. Сіздердің балаларыңыз да жоқ бұл өмірде. Неге? Ол кезде бір ғасырдан кейінгі басқа поколение келетін жаққа. Ал ол замандарды қарасаңыздар, мысалы арамызда біреу кетсе, оның көзін көрген адамдар айтып жүреді. Баласын көріп қалса, әкеңді жақсы танушы едім, әкең сондай кісі еді, Алла рахматын алсын деп айтып жүреді. Кейін сол әкесін танитын адамдар да өмірден өтеді да бір күні. Бұл ана әкесін танымайды ешкіммен, бір күн балалар да өмірден өтеді. Сонда қарасаңыздар, ғасырлар өткен сайын анау қырдың басында төмпешік болып қаламыз бәріміз. Ешкім танымайтын адамдар бар қазір. Архивте жоқ адамдар. Жер жаратылғалы бері адамдар қазір жатыр жердің астында. Ешкім танымайды бірақ оларды. Айтса да ешкім танымайды. Неге? Өткен олар танитын ұрпақтар өтіп кеткен де өмірден. Танымайды ешкім. Сонда Алла Құран кәрімде айтады ғой, «Фазкуруни азкуркум» дейді. Сендер мені еске алып жүрсеңдер осылайынан дейді. Вот мен сендерді еске аламын сөйлеп жатыр. Екінші бір аятта сендер мені ұмытсаңдар дейді Алла Құранда, мен де сендерді ұмытамын дейді. Бұл өте қорқынышты аят анау. Сол төмпешекте қырдың басында жатқан жерімізден Алла бізді еске алмаса бар ғой, жағдайымыз қиын біздің. Өткен бізді еске алатын адамдар да өмірде өтіп кеткен да. Сен атынан, «Я Раббым, сол пәленшенің күнәсін кешір» деп дұға қылатын адам да жоқ өмірде сен. Сен еске алатын ешкім жоқ. Сен ұрпақтарың бәрі өтіп кеткен өмірден. Ойлашы, не деген ғасыр уақыт өткен сайын қияметке шейін Құдай біледі неше ғасыр бар әлі. Білмейміз ғой, қияметке шейін не деген, мүмкін миллиондаған ғасырлар өту керек шығар әлі. Сонда барамыз да ертең сапқа бізде барып мейітке жатып топыраққа айналамыз. Сол жерде қарасаң жағдайың қиын да. Алла уәде етті. Егер сендер мені еске алсаңдар, онда мен сендерді еске аламын деген Алланың уәдесі бар. Алла бізді еске алса болды, сол жетеді бізге. Адамдар еске алған ешқандай пайда да бермейді. Құр өтірік мақтану, өтірік дәріптеу, жоқ ешқайсы пайда бермейді. Сол үшін әрдайым айтып жүреміз, кейде қанша атақ даңқың болса да, қандай абырой дүниең болса да, бәрібір де тұздағың біткен кезде сенің дүниең атағың былай тұрсын, сенің азан айтып қойған атың аталмай қояды даже. Біз діни маман ретінде мәйіт деп сөйлейміз шариғатта. Мәйітті жуындырдыңдар ма, сағат 12 болды, мәйітті алып шықсыңдар жетірақ. Мәйітті жерлейік деді, мәйіт деп сөйленеді. Yani пәленшенің ұлы түленші осындай атақ құмары бар адам деп ешкім айтпайды сен. Саған сондай атақ қандай ат беріледі? Мәйіт деген атақ беріледі, ат беріледі. Үстіне киіп алған киімді қарасаң, жағасы жоқ, жеңі жоқ, киімге орайды айдай береді бәрін. Болды. Ары қарай өзің жауабын бересің енді. Қалай болды, өмірің не болды? Сол үшін Құдай бетін ала қойсын, құрметті бауырлар. Мынау өмір енді бұл нәпсі деген бұл шырылдай береді ше. Қараса ешкім қиналып жатқан жеріміз жоқ, альхамдулилля бәрі. Жегеніміз алдында, жемеген жанында, бірақ нәпсімен қарасаңыздар, кейде адамдар өзінің өмір сүріп жатқанынан налып кетуі мүмкін да. Не өмір мынау деп. Бұл өмірді қайтесің сен? Ең маңызды иманыңды ойлай бер. Иман парасатыңды ойлай бер. Соның қаншалықты азық жинап жатсың қияметке. Өйткені мынау пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ертең қияметте мына өмірде мынау шидің басын сындырып көрмеген байлар бар екен. Айтамыз ғой, сонда олигархтар дейміз, басқа дейміз. Сөйтеді да олар Алланы ұмытып, мәңгі өмір сүре беретіндей нәпсі сөйтіп ол. Сөйтіп олар да ертең қияметте барған кезде оны періштелер жаңағы өмірдегі өте сондай қиыншылық мүлдем көрмеген, өмірді белшесінен басып жүре берем деген адамды періштелер алып тозаққа бір кіргізіп шығарады екен. Әлі үкім шыққан жоқ оған дейді. Yani тозақта әлі болатындай үкім шыққан жоқ, жай даңын таттырады екен. Бір кіргізіп шығарады екен де айтады екен. Сен мына өмірде үлкен олигарх болғансың. Сен мына өмірдегі ең бай адам сен болғансың десе,
жаңағы бейшара жылайды екен сол жерде езіліп тұрып. Жоқ, мен ең пақыр болғанымды жылайды екен. Ұмытып кетті дейді ол бейшара. Тозақты бір кіріп шыққан кезде мына өмірін ұмытып кетеді екен ғой адам. Сөйтіп мына өмірдегі ең пақыр адамды алады екен де жәннатқа бір кіргізіп шығарады дейді, Расул айтады. Сөйтіп айтады екен, сен мына өмірде ең пақыр адам болғансың десе, жоқ дейді екен ғой. Мен олигарх болғанмын деп елестетіп кетеді. Мен аталарым да олигарх болған, мен де олигарх болғанмын, ұмытып кеткен дейді баяғы өмірдің бәрін. Қой, сен баяғыда сонда қиналғансың десе, жоқ деп айтады дейді. Жәннат деген сондай бауырлар. Әлі оған үйінде өрде бір сағатта тұрған жоқ адам. Просто кіргізіп шығарды дейді, Расул айтады. Бір кірді шық дейді. Мына өмір ұмытып кетеді екен ғой адам. Сонда айтқымыз келгені, ұмытып кететін өмір болса егер, ертең артымызда қалып кететін ғұмыр болса, дәл осы үшін бар ғой, сен таласып, тартысып, жауласып, ешқандай тұрмайды бар ғой. Бәрі ертең артымызда қалып кетеді. Сонда қалатын жаңағыдай не екен? Адамгершілігіміз, құлшылығымыз, байлығымыз сол екен. Міне Абу Самарқанди айтқан мәселе осы еді. Үш нәрсеге жасырып қойған деп дейді. Бірінші не болды сонымен? Алла Тағала өзінің разылығын қайда жасырған деді? Құлшылыққа жасырып қойды. Болды, Рамазаннан кейін құлшылығымызды алып кетейік әрмен қарай. Екіншісі, Алла өзінің қаһарын қайда жасырып қойған деді? Күнә. Болды, күнәдан қашыңдар енді. Күнә деп айтты ма? Болды, жолама. Үшіншісі, Алла өзінің достарын қайда жасырып қойған деді? Адам баласына жасырып қойды. Болды, бәрі адам баласымен сыйлас. Бәрімен жақсы, құрметте, Құдай үшін болсын. Үлкен болса үлкен деп сыйла, кіші болса кіші деп ізеттей бер. Ғұлама айтады, нәпсің сол жерде үлкенді, мына кісі мен сияқты енді білімі жоқ қой деп, мынау кішкене нәпсің оянып тұрса, ол былай деп айтады. Бұл үлкен кісі, жасы үлкен, маған қарағанда білім болмаса да маған қарағанда сауабы көп деп айт нәпсіңе дейді. Өйткені жасы көп адам демек намазы көп қой саған қарағанда. Саған қарағанда көп тәубасы көп ол кісінің дейді. Егер өзінің кіші адамға тәкаппарлығын оянып тұрса дейді, шегол деп, онда былай деп айт дейді нәпсіңе. Бұл шегол маған қарағанда күнәсі аз деп айт дейді. Сол кезде сабаңа түсесің дейді. Көрдіңіз ба? Сол кезде үлкенді құрметтеп, кішіні ізеттеу пайғамбарымыздың өсиеті. Кім бұл екеуін істемесе, ол бізден емес еді Расулалла. Ол бізден емес дейді. Үлкенді үлкен деп сыйламаса, кішіні кіші деп сыйламаса. Міне үшіншісі сол жасырып тұрған. Кез келген адам Алланың досы болып шықса, нұр үстінде нұр. Сол саған дұға қылып қойса, иншалла, нұр үстінде нұр. Субханака астағфирука атубу илейк. Алла Тағала естіген білгеніміз амалатымызды нәсіп етсін. Алла Тағала елімізге, халқымызға тыныштық берсін. Мына келесі өмірі абай ауылымызға Алла баракат берсін. Осы жерден көптеген ғұламалар, қарилар шығуды нәсіп етсін. Мына қариларымызға, ақсақалдарға Алла Тағала салиқалы ғұмыр нәсіп етсін. Жастарымызға иман байлық нәсіп етсін. Елімізді, халқымызды Алла Тағала дін исламмен әзиз етсін. Қасиетті Рамазанымыздағы алғашқы 10 күнде Алла баршамызды рахматын алған болсын. Ортаңғы 10 күнде Алла баршамызды мағфират етіп күнәларымызды кешірген болсын. Соңғы 10 күнде Алла баршамызды, ата-бабаларымызды, ата-аналарымызды баршамызды тозақ отынан құтқарып, жаннатул фирдаусқа қауышуымызды Алла нәсіп етсін. Алла Тағала келесі жылы қасиетті осындай Рамазанда қасиетті қадір түндерінде ел болып, халық болып, төрт көзіміз түгел амандықпен қауышып жетуімізді Алла баршамызға нәсіп етсін. Аллахумма иғфир лана, Аллахумма ирхамна, Аллахумма афина, Аллахумма рзуқна, саллаллаху алейхи ва саллям, Мұхаммад Мұстафа, амин, Аллаху акбар.